Сәлеметсіздер ме? Мен Сәулет мектебі лицейінің 10 А сынып оқушысы Муфтиева Дана. Менің бүгін сіздерге ұсынғалы отырған тақырыбым болашақ мамандығы. Өз сөзімді бастамастан бұрын Эдвард Зердің сөзін айта кетсем, мамандықты дұрыс таңдау ол өмір жолының сәттілігінің негізі. Мамандық таңдау маңызды және жауапкершілік талап етеді. Мамандық таңдауда ең бірінші орында қызығушылық пен қабілетіңе, арман тілектеріңе назар аудару керек. Тек содан кейін ғана отбасының салт дәстүрлеріне, отбасының қызығушылықтарын ескеру керек. Уақыт өте дәстүрлі мамандықтар сұраныстан айырылып, жаңа маман иелері пайда болады. Заманның ағымынан қалмай, жаңадан пайда болатын болашақ мамандықтарына дағдыланайық. IT саласының мамандары. Бағдарламаушы бұл бағдарламалық қамтамасыз етуді жасайтын және оның жұмыс қабілеттілігін қолдайтын маман. IT маманның аздығы тек Қазақстанда емес, бүкіл әлем елдерінде бар үлкен мәселе. Инновация мен технология күн сайын жаңарған заманда оларға сұраныс та арта түсті. Әлемдік рейтинг бойынша ең қажет мамандардың тізімінде IT мамандар екінші орын алады екен. Қазақстандағы IT кадрлар. Потенциал мен сапасы Қазақстан ішкі қажеттілік пен жаһан талабы да байланысты. Ақпараттық технология мамандарын даярлау мықтап қолға алды. Статистика бойынша жыл сайын отандық жоғары оқу орындары мен колледждері 18 мың ақпараттық технология маманы бітіріп шығады екен. Алайда, елдің цифрлық экономикасын дамыту үшін бұл көрсеткіш аздық етері анық. Осы бағытта мемлекет тарапынан көптеген жеңілдік жағдай жасалып отыр. Жетістіктер де жоқ емес. IT саласындағы болашақтың мамандықтары. Ақпараттық технологиялар бүкіл планетаның алдында компьютерлердің жұмысымен байланысты. Болашақтың IT мамандарына тоқталып кетсек, нейроинтерфаздардың дизайнері немесе ақылды орталардың кибернетика. IT мамандықтарының ерекшеліктері. Бағдарламашы ғылыми техникалық және өндірістік есептерді, математикалық модельдерді талдау мен алгоритм шешімдер арқылы есептеу жұмыстарын атқаратын бағдарламаларды құрастырады. Сондай-ақ олар автоматты, типтік және стандартты бағдарламаларды және де сыртқы алгоритмдік тілдерін жасақтаумен жұмыс істейді. Қызметін сипаттап кететін болсақ, IT маманы қандай маман болса да, ол жұмысын көп бөлігін компьютер алдында өткізеді. IT мамандарының көпшілігі өз жұмысында бағдарламалау тілдерін, белгілеу тілдерін біледі. Photoshop және де басқа графикалық редакторларды қолданады. IT маманы шығармашылық мамандық. IT маманы қай салада және қай компанияда жұмыс жасағандығына байланысты оның күнделікті міндеттері әртүрлі болуы мүмкін. Алайда кез келген жағдайда бәрі идеядан немесе бұйрықты қабылдаудан басталады. IT маманы техникалық тапсырмамен немесе мақсатпен танысады және жұмысқа кіріседі. Болашақтың экономика мамандары. Қаржыландыру саласында қайта ұйымдастыру да күтілуде. Баламалы валюталардың таралуы арқылы болашақтың инновациялық мамандары пайда болады. Олардың ішінде тренд, ертең, қарашының маманы, қаржылық инженер. Болашақ мамандықтары нанотехнология. Осы саладағы жетістіктер бір жылдан астам уақыт бойы өткізіп, өлместік туралы әңгімелер енді ертек ретінде қабылданбайды, бірақ шындыққа айналады. Ғылым мен болашақ мамандықтар бір-бірімен тығыз байланысты және қарқынды дамып келе жатқан технологияларды ұстап тұру үшін 8-10 мамандықты олардың өміріне ауыстыру қажет болады. Болашақ мамандықтары: нанотехнологиялар, белгілерді таңдау бойынша кеңесші, робототехник, роботтарын жасаушы. Болашақтың техникалық мамандықтары медициналық роботтарды жасаушы болып табылады. Науқас, диагноз қою, ұсыныс беру және электрондық құрылғылардың операциясын жүргізетін сала. Абай атамыз айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды сүйсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз дегендей, алға ұмтылып арманымызға жетіп мамандық иесі болайық.